және жасаған қылмыстарынан да оған берілетін кез келген ауыр жазадан жалтармаймын. Өлім жазасынан да, өмір бойы түрме жазасына да дайынмын. Барлық қылмыстарының басты себебі өзіме отбасынан ажыратуға жасалған қысастықтарына қасақана қастандықпен жауап бердім. Әйеліммен 10 жыл тату тұрдық. Әу баста арамызда келіспеушілік болғанда 5 бала болмас еді, және 10 жыл уақыт бірге тұрмас еді. Тек әйелімнің үй іші отбасыма шектен жөн-жосықсыз араласып, әйеліммен ортамызға шығып ажырастырды. Сонда да біз бөлінгіміз келмей бірге тұра бердік. Сонда да қайта-қайта қоқанлыққа көрсетіп, отбасыма араласуын тоқтатқан жоқ. Осы қылмыстың барлығы сол әйелімді менен тартып алып, 5 баламды саған да жоқ, әке-шешеңе де жоқ деп, өз балаларымен өзімді бопсалап, осындай қылмысқа итермеледі. Және де өте адам төзгісіз ар-намысыма тиді. Сондықтан мен соңғы уақытқа дейін отбасын толықтай сақтап қалуға әрекеттер жасадым. Балаларымды анасынан да, әкесінен де, өзі кішкентай кезінен туып өскен, бағып өсірген туған әжесінен де айырғым келген жоқ. Ең соңғы сәтте отбасымды сақтап қалам деген бүкіл айла тәсілім бәрі таусылып, уже қажырым таусылып, тіпті олардың іс-әрекеттері, сөздері мен ақылымнан алжастырып, жүйкемді жұқартып, адами болмысымды күйретіп жіберді. Сосын осындай қылмысқа бардым деп есептеймін. Мен жауап бере берсеңіз, барлығын сізге тыңдаймыз, оны басынан бастап өзіңіз айтып бересіз. Енді өзіңізге түсініп отырсыз ғой, енді бұл егер де сондай бір қандай да бір қысым болатын болса, сізге ол туралы арнайы құзырлы органдар бар, ағайын тума бар,